Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem аты Muhammed. Ya? Muhammed деген сөз үнемі мақтанып тұратын кісі деген. Үнемі мақтанып. Дұрыс па? Үмметінен бір адам бар ма? Пайғамбар саллаллаху алейхи тіл тигіз деп айтпайды, ешкім тіл тигізе алмайды, дұрыс па? Бүкіл жүректен орын алған ол кісі. Оның атын не деп қойды? Мұхаммад деп қойды ғой. Мұхаммад деген әрдайым мақтанып тұратын кісі деген. Ол көкте де періштелердің алдында мақтаулы, Раббысының алдында да мақтаулы, жерде де ол мақтаулы. Ол қиямет күніне дейін мақтаулы. Ол әрбір намазда мақтаулы, әрбір салауатта мақтаулы, әрбір отырыста мақтаулы. Дұрыс па? Әрбір отырыстың кафараты не? Аллаға мақтау, пайғамбарға салауат. Мақтаулы осылай не? Қиямет орнағанға дейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мақталынып тұрады. Ол кісінің атындай ат бізде ғалымдардың арасында екі түрлі көзқарас бар. Біреу араб жазирасында 4 адамның аты болған дейді, біреулер мүлдем жоқ болған дейді. Бұған дейін Мұхаммад деген ат болмаған дейді. Алла жақсырақ білуші. Және оның екінші есімі Ахмад. Ахмад деген сөз не ол? Жаңа Иса алейхиссалам сүйіншілік кеткен хабарында. Ахмад деген Алланың ұлылығын, хақысын, дәрежесін, мәртебесін орнына қойып тұрып мақтайтын кісіні не деп айт? Ахмад деп айт. Бұл өзі хамада деген төбірден шығады. Хамада деген мақтау деген. Хамд деген мақтау деген. Дұрыс па? Сол төбірде осы Ахмад деген сөз мақтаушылардың ішіндегі Алланы орнына ұлылығын қойып мақтайтын кісі деген мағынаны береді. Екінші аты.